Тікелей эфирде замана армысыздар ағайыны. Бүгін тәуелсіздіктің 20-шыңы 20 жұлдызды күн аясында отан күні аталып өтілді. Бұл күні елге, жерге деген отаншылдық, ұлтжандылық сезім насихатталды. Бүгінгі студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Алматы облыстық Жетісу газетінің тілшісі, Қытайдан келген қандасымыз Қажет Андас бүгін бізде студиямызда қонақта. Кеш жарық. Кеш жарық, қымбатты тыңдармандар. Қажет, біз сізді бүгінгі күнге орай, отан күніне орай шақырып отырмыз. Біз сізді жақсы білеміз. Сіз Қытайдан келген қандастарымыздың бірісіз. Жалпы ол жақта шет жерде жүргенде елге, жерге, туған жерге деген сезім қандай болды? Жалпы Қазақстанға қалай келдіңіз? Енді Оралхан бөкен сөзі бар ғой енді. Отансыз адам ең бақытсыз адам деген. Әрбір ұлт ішінде, дүниедегі әрбір адам ішінде ең қымбат нәрсе ең алдымен отан. Ал өз отанда жүргеннен бақытты нәрсе жоқ. Енді біз енді Қытайдан келдік. Өзге жерде жаңағы сұлтан болғанша өз өңде ұлтан бол деген сөзді халқымыз, ата бабаларымыз тегін айтпаған ғой. Оны ұрпақтың санасына сіңіріп тұрып айтқан. Енді біз Қытайда тудық, Қытайда өстік. Бірақ біз Қытайда туып, Қытайда өссек те, сол жерде жүргенде осы жаққа деген елеңдеумен өмір сүрдік. Мен 91 жылы бір педагогикалық училищеде оқып жүрген кезім, сол кезде қазақ радиосын жиі тыңдаймыз. Сабақтан кейінгі уақыттарда достарымыз, курстастар бәріміз жиналып алып, соны тыңдаймыз. Соның бір кезінде Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі тәуелсіздік алғаны туралы сол радиоға берген сұхбатын естідік. 91 жылы. Енді ол кезде кішкене енді 16-17 жастағы баламыз, бірақ сөз-сөзде сол кезде бір лапылдаған сезім пайда болды. Өйткені бізде де отан бар ау деген сезім. Бірақ та ол кезде отан деген үлкен тұрғыда біз түсінген жоқпыз. Дәл қазіргі тұрғыда. Бірақ сондай сезім пайда болды. Кейін бірте-бірте көш түзеле бастады. Бүкіл дүниежүзі қазақтарының құрылтайы өтті. Ол туралы материалдарды оқи бастадық, радиолардан тыңдай бастадық. Ақырындап Қазақстан туралы ол жақта да жарнамалар беріле бастады, енді бір ақпарат тұрды. Содан кейін енді елге деген сағыныш бірте-бірте басыла бастады. Ол кезде кессек деген ниетте болды, бірақ қалай кетудің жолында түсіне алмай жүрдік. Кейін оны бітірдік, біраз жұмысқа шықтық, жұмысқа шығып тағы да оқу басталды, үлкен қалаларға бардық, Үрімшіде оқып жүргеннен кейін сол жерде осы жаққа кетіп жүрген бізден келген жігіттермен араласа бастадық. Ол қай жылдар еді? Ол 97 жылдар. Содан кейін елге қайтуға ниет байладық. Және сол кезде елге қайтуға ниет байлағанда енді бұл жерде енді басқаша бір мән емес. Сол кезде мен бір түс көрдім. Түсімде Мұхтар Әуезов кірді. Бір осындай бір кабинетте Мұхан отыр, бір биік столдың үстінде. Мен кіріп келем, 5-6 адам отыр. Соңғы Мұхан айтады, Қажет келіп отыр деді, мына жаққа отырдым. Келсеңші дейді, осы 5-6 адамның біреу сен боласың ғой деді. Содан кейін жиыла бастадым. Енді ол кезде мынау келіп кетудің енді паспорт жасау, тағы басқалар өте қиындау болды. Бітеу қиын, әзірге өте жеңіл емес. Сонымен әне-міне дегенше 2005 жылы елге қадам тастауға. Бұл жақта туыстарыңыз, таныстарыңыз бар ма еді? Ол кезде бұл жақта ешқандай туысым да болмады, танысым да болмады. Менің өзі өтіп кетуім де қызық болды. Иә, менің естуімше сіздің өзі келіңіздің өзі бір қызық оқиға. Иә, өте бір қызық оқиға. Мен содан паспортты енді жасатқаннан кейін енді әке-шешеме айттым енді. Мен осындай енді Қазақстанға кетемін. Ол кезде тәп-тәуір жап-жақ жұмысымда болды. Содан кейін алдында бұл кісілер енді біраз қосылмаған, сыңай танытты. Ақырын қоясың ба? Содан бір күн енді әкемде енді айтты, енді біз жалпы бір семьяда 8 боламыз, 5 ұл, 3 қызбыз. Жарайды енді өзі басқа жер ұлтан болынша өзің сұлтан бол деген, өзіңді сұлтан болмасың да ұлтан боларсың енді. Сен болмасаң қалған төртеуі жетер, батамды бердім деді, батасын берді. Содан жиіліп тереді, бір чемоданды көтердім де, шекарадан өттім де кеттім. Мен қайда барам? Мен Алматыны ғана білетінмін. Алматыға бару керек. Әйтеу саяхат дегенде сөйтіпсен келіп кетіп тұрған. Содан бір таксиге отырдық, 4 адам отырдық. Содан неміне келдік. Саяхатқа қайда түсесің дедім, мен саяхатқа барып түсем дедім. Ол кезде көне саяхат Алматыдағы. Соның алдында такси тоқтады. Алдында 1-2 адамдан баратын жерде жеткізіп тастады. Соң түстім, чемоданымды алып түстім. Мен қайда барам? Саяхат мына жақта тұр, 4-5 этаж.
Соны такси жүріп барды дағы қайта артқа бұрылып келді. Соның ішінен бір жігіт түсті, баратын жерің бар ма деді, мен баратын жерім жоқ деді. Ешкімді танымаймын дейсіз. Танымаймын дедім, бұл жерде әйтеуір саяхатта білетін шындығымды айттым ғой. Отырдық, бардық, содан әзір ғана Ақсай іште үй тұрады, Сайламбек деген кісі еді. Жаңа такси жүргізушінің үйіне бардыңыз? Жоқ, такси жүргізуші емес, соның жанында отырған жігіт, менімен бірге шекарадан өткен жігіт, біздің жақтан келді. Сол үйге бардық. Сол таңертең тұрғаннан кейін айтты, бұл жерде келгеннен кейін тіркелу деген болады, біздің осы үйге тіркеле сал деді. Сосын қарындасым қосып. Ол кісі де сізді жақсы танымайды, әйтеуір бірақ сізге көмектесіп жүр. Иә, сол жолшыбай ғана таныстық. Содан үйіне келді, ертесі қарындасын қосып берді, сол қарындасы барып тіркелді, содан бері сол қарындас менімен тіркелді дәл. Менің келу барысым солай болды. Ал одан бұл жерге келгеннен кейін енді Алматыда біраз болдық. Содан кейін енді Астананы барып көру керек. Сол 2005 жылы 1 айдың 12-ші күні Астанаға бардым. Бірақ енді ол кез Астана жаңа салынып жатқан кез. Барып енді жерде бір таныс білістерді араладық, бірақ енді тұрақтап қалуға болмады, қыс кезінде бардық. Содан қайта осы Талдықорғанға келдім. Қайтып оралдыңыз Астанадан? Астанадан келдім де осы Талдықорған, содан бері құт мекен болып қалды. Түрлі кәсіптің де басын шалдыңыз? Оны шалдық қой. Алғаш келгеннен енді біз енді құжат өткізу керек, азаматтық алу керек, енді бір жұмысқа бару үшін енді азаматтық керек, басқа енді ренесик деген сияқты еді. Соның бәрі керек қой, сол құжаттар тіркелу керек. Содан кейін азаматқа құжат тапсырдым. Азаматқа құжат тапсырған енді ол азаматтық ол кезде біразға созылатын. 1 жыл немесе 1 жарым жыл деген. Міндетті түрде орыс тілін білмегеніңізде қиыншылық тудырды? Енді біраз ол кезде тудырды ғой, оның қызығады, оның бәрін айтып береміз қазір. Содан кейін енді не істеу керек енді? Құжатты қарап жатуға болмайды. Біз енді өзін етпен келдік, келгеннен кейін енді жолда да істедік, құрылыста да істедік, заводта да істедік. Сөйтіп жүріп енді, бірақ енді олма өкінбеймін. Бірақ мен сөйтіп жүріп достар таптым. Ең адал достарым таптым. Әзірге шейін солармен жалғасып, енді осындай қарым-қатынасымыз бар енді. Бәрі жергілікті жігіттер. Сол достық басталды. Содан кейін 2007 жылы мына бұрынғы облыс әкімі Серік Үмбетов, енді өзіңіз де білесіз, енді мынау қымызханалар аша бастады ғой. Сол қымызханалар аша бастаған кезде мен енді қайынбикем бар, Айгүл, өзі Текелде тұрады. Онда отбасын құрдыңыз бұл кезде? Ол кезде отбасын құрып алған. Мен 2005 жылы үйленіп алған кезім. Содан кейін сол Текелдің қаласын, қымыз қаласын алып, біз мына стадион бар қазір. Сол стадион алдында қымызхана аштық сол кезде. Сол қымызханада жүріп, Құдайдың бұйрығы да шығар. Соны Жетісуға кіріп кеттік. Ал Жетісуға кірудің өзі де қызық. Сол қымызхана ашқан кезде мәселен біз енді шашлық дейміз ғой. Біз Қытайда кебаб дейміз оны. Ол жақта мұндай шашлық жасалмайды. Сол қымызхана ашқаннан кейін қымыз сатамыз. Бір күні 4 күн өтті ме, 5 күн өткеннен кейін бір екі үлкен кәдімгідей енді бір салауатты азамат келіп қымызханаға келді. Отырғаннан кейін не бар деді, қымызы бар, шұбат бар. Сіздің пісірген кәуабыңызды жеп отыр? Енді жейді ғой оны. Содан кейін шашлық бар деді. Ондай болса 2 шашлық, тағы да шұбатымнан әкелді, шұбатты әкелдім, 2 шашлықты бердім. Алдымен қайынбикем біраз шашлық пісіруге ебі бар, енді біраз жасап беріп, енді бүйтіп отқа қақтайсын деп кетті ғой. Содан кейін бірақ та жанындағы біреу әдеміше біреу шақырды. Бауырым бергеш деді, бардым. Мынау не деді? Бұл шашлық деді. Бұл шашлықтың осындай бола ма деді. Сен өзі қайдан келдің деді. Аға, мен Қытайдан келдім деді. Қытайда мұндай шашлық жесіңдер, ол жерге жемейміз. Қолыңнан келген осы ма деді. Жоқ аға, қолымнан басқа келетін де бар дедім. Қолымнан не келеді? Мен қолымнан біраз жазу келуші еді дедім. Жарайды деді. Мен танисың ба деді, танымаймын дедім. Мен Жетісу газетінің Әмір Әрін деген боламын деді. Қолымнан жазу келсе, жазатын дүниелеріңді маған алып бар. Жетісу газетін білесің ба деді. Ол кезде ол кісі Жетісу газеті бас редакторының бірінші орынбасары болып тұр. Қазір Ағын Алатау газетінің бас редакторы. Содан кейін ертесі баяғы неметке келген жазған сызғандарымды ол кісіге апардым, көрсеттім. Қытайда жүріп жазғандарыңыз? Қытайда жүріп жазғандар, мақалаларыңыз? Мақалаларым, жазған өлеңдерім, енді ұсақ-түйек бірден бір-екеуі солар алып та шықты газеттің бетіне. Әлгіге кәдімгідей марсиып қалды енді. Ол газетке шығуден үлкен дүние ғой ол кезде. Содан бір күн осындай бір жұмыстарыммен әдемі қымызхана келсем, осындай газетке келсін деп шақырып жатыр деді. Соң газетке бардым. Әмір ағаны іздеп барам ғой. Келді, отырдық, аман сәлем жасастық, ана-мына деді. Сонан кейін бір қағаз беріп мына жерге арызың жаз деді. Соны арыз жазуды білмеймін, соны арызын жазып алды да ол кісі қарсы бөлмеге кірді. Кірсем енді қара торлау әдеміше келген, біздің жақан ғой, Жақыпжан Нұрғажаев біздің бастығымыз. Отыр екен. Соны қарады да, сен өзі Қытайдан келдің бе деп, иә деп едім, сен Қытай емес, Кавказдың жігіттеріне ұқсайды екенсің деді. Бірақ енді өзі сондай қалжың бастаушы ғой, оны түсінесіз, білесіз. Жарайды деді. Әміремен таныспысың, мынау Жетісу деген газет болады. Бұл газеттің 90 жылдық тарихы бар. Бұл кешегі Мұхтарды қанаттандырған, Ғабитті қанаттандырған, Ғабиденді, Сәбиттің бәрін қанаттандырған.
сіздің түсіңіз тегін болмаған ғой онда. Сондай болуы мүмкін, енді біраз әсер еткен шығармын енді. Ілияс Жансүгіровті қойнына алған қара шаңырақ бұл қазақ баспасөзінің. Енді осы қара шаңырақ шетелден келген бір қандасымызды өзіне сыйдыра алмаса енді бізге намыс шығар. Бірақ саған бір ғана шартым бар деді. Шауып көр деді. Егер шаба алмасаң бізге өкпелеме деді. Содан кейін енді шабуға тырысасың ғой. Иә, сіз ол жақта әрине төте жазумен жаңағы оқып үйрендіңіз. Бұл жақта кириллица харпі дегенде әбден қиындық тудырған шығар. Қиындық тудырды. Расында біз енді Ахмет Байтұрсыновтың төте жазуын немелеттік, ол енді 27 әріп. Ал бұда 41 әріп. Алғаш кіргенде осы өте қиын болды. Басынан бастап үйренуге тура келді дейсіз? Басынан бастап үйренуге тура келді. Содан кейін бірінші ең алғашқы материалымды жаздым. Жазғаннан кейін сол материалымды әлі сақтап қойдым. 52 қате бар екен. Бір 50 жолдық материал, 52 қате болуы үлкен дүние ғой. Енді расында ол жерде біз мына я, ю деген әріптер өте қиын. Біз я дегенде и, я, немесе ю деген и, ю деп жазатын әдет қой. Содан кейін бірақ сол қиындықтың бәріне көмектескен де, емін осы мен Жетісудағы әріптестерім. Мен қандай биікке жетсем де осы деңгейге жеткенім үшін де осы Жетісуға да Жетісудың әріптестеріме өте ризамын. Өткен Жетісудағы әзір істеп отырған менің журналистердің бәрі де енді бұл облыстық деңгейдегі газет болғанымен бүкіл республиканың баспасөзінде өзінің қолтаңбасын алдырған мықты адамдар істеп отыр. Мәселен енді біздің Жәкең деп қоямыз, Жаңғымыш Әменке, Нүсіп ағаларымыз, ана Болат Қуат, Нұрбол ағалар қандай керемет журналистер. Енді өзімнің қатарластар, мәселен Жұматы Әміреевтер бар, Алма Есенбаевалар бар, Айгүл Байбосыновалар бар, Барлығы да мақтан тұтарлық азаматтар мен мақтан тұтарлық азаматтар. Ал солардың бәрі қайтты, солардың бәрі маған көмектесті. Четке қаққан жоқ. Қайта немен етті. Енді қате тексеруде енді бізде корректорлар бар, Баян тәте деген тәтем бар өзінің. Мен енді Қытайдан алып келген жалғыз інім деп қояды. Мен ол кезде енді жазып біткеннен кейін Баян тәтеме оқытамын, сол кезде бір қызық болды мындай бір. Бір күні Баян тәте менің жазған материалымды оқып отырады, қате көп қой. Қате шығарып отырса бізде Жанат деген әріптесіміз бар, соның Қамқа деген қызы бар, 2-ші сыныпта оқиды. Әлгі Баян тәте қарап отырып айтады, Баян апа, мынау апай көрсе мынаған екіп қояды ғой деп. Міне осындай көмектер, қолдаулар болды. Ал сол көмектің қолдаудың арқасында мен сол ұжымның ерекше